Сәлем достар, сіздермен бірге драма тайм. Бүгін сіздерге болашақ соғыс яғни Война будущего фильмін айтып беретін боламын. Фантастикалық экшн фильмі 2021 жылы жарық көрді. Фильм басталмас бұрын каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Біздің бас кейіпкер Дэн Форстер өзі үйіне кіріп келе жатқандығын көреміз. Отбасы және достарымен бірге мереке тойлап футбол көріп жатқан болатын. Ас үйге барып заттарын тастап әйелімен сөйлесіп тұрады. Стол үстінде тұрған хатты көреді. Оны әкесінен келгендігін біліп, ашпастан мусорға тастай салады. Ол күрделі биология саласында жұмыс жасап, өзіне жоғары лауазым бұйыратынына сенімді болады. Бірақ оны қабылдамайды. Ашуын басып үйіне кіріп қызымен бірге футбол көріп бастайды. Футбол тікелей эфирде жүріп жатқан болатын. Эфир барысында болашақтан келген бірнеше сарбаздың келуінен басталады. Телепортталған жауынгерлік жасақтың басшысы өзінің және оның адамдарының болашақтан келгенін хабарлайды. 2051 жылы, шамамен 30 жылдан кейін, адамзат жойылу алдында тұр, өйткені ол жат жаумен соғысуда. Өзге ғаламшарлықтар қанішер және өте табанды, сондықтан ұзаққа созылған, және үмітсіз соғыстан кейін 500 мың адам ғана аман қалды. Адамдар шайқастан жеңіліп жатыр, және құтқарылу мүмкіндігі жоқ. Тек осы уақыттағы жерлестер ғана болашақты сақтауға көмектесе алады. Әрі қарай бізге жер бетіндегі барлық елдер жалпы әскери дайындықты жариялап жатқанын көрсетеді. Үлкен телепортация қолдана отырып, адамзат қарапайым адамдарды соғысқа жібереді. Әскерилердің жартысы миссияға жарамды болғандықтан, үй шаруасындағы әйелдер, ғалымдар және басқа да бейбіт тұрғындар соғысуға жіберіледі. Бірақ мәселе мынада, ең жақсы жағдайда жұмысқа қабылданғандардың 30 болашақтан тірі оралады. Ал аман қалғандар ауыр жарақаттанып, стресстен зардап шегеді. Сонымен қатар өзге ғаламшарлықтар мен соғыстағы жеңіс әлі де көрінбейді. Ал жаһандық ақыр заманның күні жақындап келеді. Дэн мектепте биология пәнінен сабақ беретін. Сабақты қаншалықты қызықты өткізгісі келсе де, оқушылардың ойы әр жақта. Тек бір ғана оқушы құмартып сабақ айтқысы келеді. Оған тек жанартаулар ғана қызық болатын. Осы сәтте оған соғысқа бару керек жөнінде хабарлама келеді. Әскерге шақырылған бақыттылардың бірі күрделі биология мұғалімі, жауынгерлік тәжірибесі бар бұрынғы сарбаз Дэн Форестер болып шықты. Бірақ олар Дэнді таңдаудың себебі 7 жылдан кейін, шамамен 2029 жылы ол өледі. Сондықтан ол рекрутер рөліне өте ыңғайлы. Бұл идея тек болашақ өлі адамдар ғана уақыт бойынша саяхаттау үшін таңдалады. Бұрынғы сарбаз болашақта өз нұсқасын кездірмеу үшін оның қолына әлде бір темір салып береді. Осылай ол жұбайының жұмыс орнына барады. Ол соғыстан ауыр жарақат алған адамдармен сеанс өткізетін. Көмектесетін әйелі оны соғысқа жібергісі келмейді. Бірге қашып кетуді ұсынады. Қолындағы затты шешу үшін алды бір жерге барады. Ол кісі екеуі әңгіме барысында келісімге келе алмай қалады. Тыңдайтын құрылғы орнаттың деп үстіне су шашып жанжалдасады. Ол Дэн Форстердің әкесі болатын. Осылай қолын босата алмай үйіне әйелі мен қызына келеді. Қызына бар жағдайды айтып түсіндіру керек, ол кішкентай болғанымен өте алғыр болатын. Осылай жақындарымен қоштасып соғысқа аттанады. Барысымен дайындықты бастап кетеді. Өзіне бірнеше жақын достар табады. Араларында бұрын соғысқа барып аман қалған адам болады. Ол мойнына өзге ғаламшарлықтардың тісін мойнына тағып жүретін. Болашақтан келген адамдар оларға барлық мән жағдайды түсіндіреді. Порталдың аз уақытқа ғана ашылатындығын айтады. Олар орындарына барып жайғасып отыра бергендері сол еді. Тревога соғылып оларды ойда жоқта соғысқа аттандырады. Барлығын бір жерге жиналып, портал ашылады. Телепортацияланып жатқанда техникада ақау шығып, оларды жоғарыдан тастай салады. Біраз адам ауыр жарақат алады. Дэн болса бассейн үстіне түсіп аман қалады. Жан-жағына қарап өз көзіне сене алмайды. Қаланы түгел дерлік жойып жіберген. Олар қаланы дүрбі арқылы алыс шеттерді бақылай бастайды. Осы сәтте тыңдау құрылғысына полковник бұйрық беріп береді. Жақын жерде лаборатория болатын, сол жерден аман қалған адамдарды алып шығуларын бұйырады. Оларды Дэн Форстер бастап жүреді. Осылай құтқару операциясын бастайды.
Жан жақтың барлығында адамдар қырылып жатыр еді. Олар ары қарай жылжып ғимаратқа кіреді. Ғимарат ішінде барлығының дерлік күл талқаны шығып жатты. Өзге ғаламшарлықты көздері шалып қалып, жігіт оның тырнағын жұлып алады. Ғалымдардың барлығын өлтіріп жоғарыға іліп қойған. Полковник денелерді тастап кетсе, олардың қайта келетіндігін ескертеді. Өзіне әлде бір дәрілердің керектігін айтып, оны алып шығуды бұйырады. Осы сәтте сыртқы бетте қарауылдап тұрған екеуі бейтаныс дауыстардың шығып жатқандығын естіп, олардың шығуын өтінеді. Полковник оларға қосымша көмек жібереді. Дәрілерді тапқан Дэн командасымен кері қайтпақ болады. Осы сәтте ғимарат ішіндегі өзге ғаламшарлықтар шабуыл жасай бастайды. Оған қарай оқ жаудырғанмен ол өлмейді. Осы арада екіншісі шығып қоса шабуылдайды. Дэн оған оқ ата бастайды. Көп ұзамай оғы таусылып қолына балталады. Оны басына қадап тастағанымен ол өлмейді. Қасындағы достары келіп көмектеседі. Оның мойнынан атқан жағдайда ғана өлетіндігін айтады. Олар сыртқа қарай қаша жөнеледі. Өзге ғаламшарлықтар болса бір-бірін шақыра бастайды. Полковник жіберген көмек жақындаған сәтте өзге ғаламшарлықтар олардың көзін құртады. Сондай-ақ олар тым көп болғандықтан сол жердің барлығын жарып жібермек болады. Алайда Дэн мен оның командасына қауіп төніп тұр еді. Бар күштерін салып оларға қарсыласа бастайды. Осы сәтте жоғарыдан бомба тастайды. Қашып бара жатқан жолда бірі төменге түсіп кетеді. Дэн оны құтқармақ болып оған көмектесуін бұйырады. Өзге ғаламшарлықтар болса бара-бара көбейіп жатыр. Арада бір әйел мен алғы еркек қалып барынша қорғайтындығын айтып, олардың кетуін сұрайды. Төбеден бомба тастап, әлгі жердің күл талқаны шығады. Тек бесеуі ғана аман қалады. Көзін ашқанда госпиталда жатты. Есін жиып досы екеуі сыртқа шыққан сәтте өздерінің Майамида емес екендігін түсінеді. Бұл жер әскери штат іспеттес. Көп ұзамай мойнына өзге ғаламшарлықтардың тырнағын мойнына таққан жігітті көреді. Әңгімелері жараспай бастағанымен оның жазылмайтын аурумен ауыратындығын біледі. Ол сол себепті көзі тірісінде көмектескісі келетіндігін біледі. Осы сәтте Дэн Форстер деп шақырып алады. Ол полковникпен кездеседі. Әскерилердің бірі полковник Форстер деп шақырады. Дэн өзін атап жатыр деп ойлап, оның полковник емес екендігін айтады. Алайда полковниктің де фамилиясы солай болып шығады. Оған таң қалған Дэн алдында тұрған өзінің Мюри Форстер, яғни өзінің қызы болып шығады. Оның қызы ең маңызды зерттеулерге жетекшілік ететін полковник екен. Мюри өзінің ғылыми тобымен бірге құбыжықтарды жоя алатын токсин жасауы керек. Адамдар өзге ғаламшарлықтардың еркектерін өлтіруді үйренгенімен, аналықтар әлдеқайда үлкен қауіп төндіреді. Ал адамзаттың оларға қарсы қаруы әлі жоқ. Қызымен мақтанатындығын айтады. Осылайша екеуі ара қарай операцияларды бірге орындай бастайды. Оған аналығын көрсетеді. Ол басқаларына қарағанда өте агрессивті келеді. Оны қолға түсіріп, зерттеу жүргізбек. Дэн жаңа командаға қосылып, аналықты қолға түсірмек болып жолға шығады. Жол барысында араларында кішігірім беседа болады. Осылай аналық орналасқан жерге келеді. Командасымен қолға түсіруге тырысады. Мюри жер астына түсіп әкесіне ұшақта қалуын сұрайды. Аналықты қанша ұстауға тырысқандарымен ойларындағыдай болмайды. Ол басқаларына қарағанда ерекше күшті болатын. Осы арада оған басқа да құбыжықтар келіп кедергі келтіре бастайды. Оны көрген Дэн қарап отыра алмай. Қызын құтқару үшін төменге түсіп кетеді. Барлығы бірге аналықты сеткаға кіргізіп, ұшақ арқылы көтеріп алып кетеді. Өздері болса жаяу қаша бастайды. Көп ұзамай көлікке отырып, ондағы пулемет арқылы атып бір-бірін алып шығады. Олардан ұзап көл жанына келіп тоқтайды. Мюри от жағып белгі береді. Әкесіне бұйрықты тыңдамаған үшін ашуланады. Алайда Дэн өзінің қызы қауіпті жағдайда қалдыра алмайтындығын айтады.
әкесі өзінің болашақта қалай қайтыс болатындығын сұрай бастайды. Бұл әңгімені Мюррей қозғағысы келмегенімен айтуға шешім қабылдайды. Дэн анасы екеуі Мюррей 12 жасында ұрысып қалып екі жаққа кетеді. Ара жітік араласқанымен қызы жасөспірім кезде жол апатынан қайтыс болады. Ақтық демі шығып жатқан кезде Мюррей қасында болғандығын айтады. Ол өзінің ондай қадамға барғандығына сенбейді. Олар ары қарай аналықты су бетінде орналасқан лабораторияға апарып, оны зерттей бастайды. Құбыжықтардың көзін құрту үшін күшті токсин ойлар таппақ болады. Жүздеген сараптамалар жасап түнімен көз ілмейді. Дэн көмектескісі келгенімен Мюррей оған жатып демалуын сұрайды. Қаншама эксперимент жасағанымен барлығы дұрыс нәтиже көрсетпейді. Дэннің кететін уақытта жақындай түседі. Осы арада 100% көрсететін токсин жасап шығарады. Осы сәтте аналық құбыжық оянып барлығын тас талқанын шығарады. Тревога ойнап оған жан-жақтан көптеген құбыжықтар жақындай бастайды. Дэннің тапсырмасы токсинді алып, осы уақытқа қайта оралып, оның көптеген көшірмесін ойлап тауып, олардың көзін жою. Барлығы оның аман қалуы үшін бар күшін салады. Аналық құбыжық олардың артына түсіп көзін құртпақ болады. Қанша жерден алып, я болмаса өртеп жіберсе де аналық тірі қалады. Басқада құбыжықтар барлық жерді басып алып күл талқанын шығарады. Портал ашылуына санаулы минуттар қалған болатын. Осы аралықта Мюррей ауыр жарақаттанады. Дэн оны өткен шаққа алып кеткісі келеді. Не дегенмен туған қызы ғой. Минуттар болса жақындап келеді. Мюррей қолында тұрған токсинді әкесіне береді. Осылай жандақтың барлығы отқа оранып Мюррейді құтқара алмайды. Адамдар жойылды, және оның әкесі Дэн соңғы шайқастың куәсі болды. Өткен шаққа оралады. Портал істен шығып қайта болашаққа аттана алмайды. Токсинді беріп, оның құбыжықтарға қарсы жалғыз күш екендігін айтады. Осылай үйіне аман есен оралады. Әйелі күтіп алып үйіндегі қызын көруге асық болады. Жас Мюррей болса әкесі үшін сурет салып күтіп жүрген еді. Құшығаны қысып кешкісін әйеліне бар болған жағдайды айтып беріп, өзінің болашақтағы істейтін қылықтары үшін кешірім сұрайды. Ойы сан-саққа жүгіріп, құбыжықтардың қалай пайда болғандығын түсіне алмай отырады. Өйткені олар ойда жоқта шабуыл жасаған. Ешқандай тревога болмаған, тек Россия маңынан шыққандығын ғана білетін еді. Әйелі онда олардың 1000 жыл бұрын орналасуы мүмкін шығар деген ой салады. Осы идеямен аман қалған мойнына құбыжықтың тырнағын байлап жүретін танысына барып, ол тырнақтарды зерттеп 1000 жыл бұрынғы екендігін. Олар басшылыққа барып ұсыныс тастайды. Қаншама көндіргілері келгенімен олар бас тартады. Ендігі кезекте олардың қайдан шыққандығын білу үшін мектеп сабақ беретін оқушысына барып көмек сұрайды. Оның жұлдызды сәті туып, Россиядағы таудың 30 жылдан кейін ерейтіндігін көрсетіп дәлелдеп береді. Ендігі кезекте олар Россияға барып құбықтардың көзін құрту ғана алды. Алайда мемлекет тарапынан қолдау болмағандықтан ол әкесіне барып көмек сұрайды. Ол өте мықты инженер еді. Осылай командамен токсинді көбейтіп жолға шығады. Россияға жетіп, құбыжықтар тоқтаған жерді тауып алмақ болады. Бомба арқылы жолды тазалап, сыртқы бетке әкесімен досын қалдырып, өздері ішке бет алады. Олар үлкен корабльге тап келеді. Көп ұзамай олар орналасқан жерді тауып алып, токсин арқылы сразу өлтірмек болады. Алайда олар бірі қаза тапқанымен бірі шабуыл жасай бастайды. Олардың ішінде аналықта бар еді. Қолдарына қаруларын алып өлтірмек болып ата бастайды. Іштегі шумды естіген әкесі дайын тұрады. Корабльдің барлық жеріне бомба орнатып жарып жібереді. Аналық болса қашып үлгереді. Дэн досы және әкесі ізіне түседі. Үшеуі бірігіп оның көзін жоймақ. Атылып жатқан оқтарға қарамастан ол шабуылдай береді. Олар аналықтың көзін жарақаттай алды, соның арқасында оны құздан тастауға болатын еді. Көзі көрмеген аналық жан-жақтың барлығына оғын ата бастайды. Дэн оның бір аяғына токсинді салып үлгергенімен ол аяғын жұлып алып, қарсыласуын тоқтатпайды. Өзі жардан құламақ сәтте әкесі қолын кесіп аналықты өзіне шақырады. Оған көнбеген Дэн үстіне сәкіріп мініп мойнын кесіп жібереді. Кеуде қалтасында тұрған токсинді алып аузына салып жібереді. Аяғымен бір теуіп жартастан құлатып жібереді. Аналық құбыжық осылай құздан құлап шашылып қалады.
Осылайша олар әлемдегі ең үлкен угрозаның алдын алады. Үйіне келіп жақындарымен әкесін таныстырады. Өз жанұясын ешқашан тастамаймын деп өз өшіне уәде береді. Соңында қарапайым түсініктеме бар. Болашақ соғыс шын мәнінде ұрпақтар арасындағы байланыс, сондай-ақ қарым-қатынасты жақсарту және өткен қателіктерді түзету әрекеттері туралы бейнелейді. Егер ескі Дэн әкесінің жолын қуып, отбасын тастап кетсе, онда жаңасы әкесін кешіріп қана қоймай, оны отбасымен таныстырады. Белгілі бір адамның өмірінде бетбұрыс болғаны анық, және ол жақсы жаққа өзгерді. Осымен фильмді аяқтаймыз. Видео ұнаса каналға жазылып лайк басуды ұмытпа.